Чо там, дайынсыңдар ма? Ассалаумағалейкум, сіздермен ауылдағы гараж, Құдай қаласа Outback'тің соңғы бөлімін түсірейін деп отырмыз. YouTube'тың салт дәстүрін сақтап отыруды ұмытпаңыздар. Ол не дейтін болсаңыздар, видеоны аяғына дейін көріп, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кету. Қазіргі жағдай мынандай болып тұр. Қара бөлшектері бірқатар боялды. Есіктің ұстағыштары, төбесіндегі рейлингдер іш жағы шашылып жатыр әлі. Торпеданы не үшін шешкенімізді білгіңіз келсе, алдыңғы видеоларды көріңіздер. Потолок шешілген, онда қыстыру керек. Потолок не үшін шештік? Мына жерлерден су өткізіп жүр деген болатын. Осылардың бәрін шешіп ап, ол астынан қатырылады. Бәрін герметикпен отырғызып қойдық. Енді потологын салу керек бұйырса. Мына жақта алдыңғы капотта кішкене майысқан жері бар екен. Осы жер түзеліп шпаклевка жағылып жатыр. Алдыңғы бамперге мынандай юбка қыстырылды. Міне герметикпен, мына жағы шуруппен. Мына жақта артқы бампері жағдай жақсы деп алып келген бампердің жағдайы мынандай болып шықты. Майда шүйделері көп, ұрылған, соғылған жерлері. Негізі өзінің бамперде жаман емес болатын. Мынау кішкене тюнинг болғасын ауысты. Мына жерінде мынандай ойығы бар. Сосын жалпы үлкендігі сәл үлкендеу. Әдемі көріну үшін осындай ауысып жатыр. Жалпы осы бампер, қызыл бампер толықтай капоттың бет жағы толықтай қара грунтовка шашамыз. Не үшін қара? Өйткені көк түс серый грунтовкаға дұрыс жатпай жатыр. Сол себепті қара грунтовка алдық. Толық беті қара грунтовка шашылады. Қызылға да ана бамперге тек шпаклевка жағылған жерлер ғана шашылады. Сосын мына жақта спойлер. Өзінің спойлер мынандай домалақ болатын. Мына жерден бүйтіп домаланып кеткен. Мынау кішкене тюнинг. Осындай әдемі. Бұған да толық грунтовка шашылады. Бұйырса краске дайын тұр. Мына капоттың іш жағы мынандай ақ болып тұр. Мына жағы қара грунтовка шашылды. Өстіп іліп қойдық. Аз көрінгенмен барлығы 10 бөлшек болып тұр. Бұйырса қазір красканы бастаймыз. Әрең дегенде жүріп краскасын бітірдік. Бізде көп уақыт алған. Мына артқы бампер. Бамперде красканың жарылғаны, ұрылған жерлері көп екен. Мына жерлері столбыға ұра берген бе қайта-қайта. Кішкене қисықтық бар сияқты, бірақ әйтеуір қатты көзге көрініп тұрған нәрсе жоқ. Шпаклевка жағылмаған жері қалмады. Мына жағы да сондай. Мына жер ұрылған, мына жер ұрылған. Қайта-қайта ұрыла берген. Пластмасса майысып кеткен. Жалпы әйтеуір шықты. Бұдан артық болмады. Сосын мына жақта бір мынандай кішігірім косяк бар. Міне косяк болғанда лакта пачок. Міне көрініп тұр ма? Бұл жақ жарайды, енді кішкене ыңғайсыздау жер. Мына жақта енді сәл ұяттау болды, өйткені айдалада пачок жасап алдым. Міне көрініп тұр ма? Басқа жерлерде аққан жер жоқ. Осымен бұйырса жақсылап кептіріп, сосын жинайтын боламыз. Мына жақта гремін ауыстырып берші еді, отказ жоқ, бірақ Subaru'ның моторын ашып көрмедік, бірінші рет ашып отырмыз. Сосын мына жақта крышкасын ашып қойдым. Свеча тұратын резинкасын ауыстыру керек. Свечаның іші майға толған. Қазір меткасын қойып қойдым. Кеше айналмай тұрған, қатып. Сонымен поршындарға май жіберіп, кішкене бір-екі рет ары-бері айналдырғасын, айналды. Бір жерге барып тіреліп тұрған. Мен клапан тиіп тұрма деп зажигание қате шығар деп ойлағам. Бірақ кеп тұр бәрі. Мына метка жоғары қарайды екен. Мына метка бар мына жерде. Бұл да жоғары қарайды, мына жерде сызық бар. Сосын мына жақтағы метка жоғары қарау керек екен. Қазір осылай нәтижелі шешеміз, қайтадан салып көреміз қалай болатын. Гремін салып қойдық. Бағана басында кішкене ашуланып жүріп бас қатып қалды. Неге? Өйткені мен нәтижелі шештім мына болттан. Сосын жаңа гремді салдым. Сосын осы нәтижелімен итеріп қатыра салам деп ойлағам. Сол кезде қатырып атқан кезде болт кішкене қисық қалып, бір резва блокты жеген екен. Резвасы кішкене желінді, соған кішкене ашуланып жүріп, басым қатып қалды. Сосын басқа жұмыстарды істеп бір айналып келдім да, нәтижелінің өзін қатырдым, гремді салмай тұрып. Мына жеріне қатты шегемен мына тискаға қысып алып, гидро нәтижелін қысып қойдым. Өзін қатырып алдым. Сосын мына роликті екеуін шешіп алдым. Гремде меткі бар мынандай. Меткаға келтіріп қойдым міне. Мына жақта да сондай бар. Осыған келтіріп тартқызып келіп, мынаны бірге қатырып жібердім греммен қосып. Мына роликті сөйтіп қатырып жібердім. Сонымен осылай болды. Меткі болса гремде негізі қатты қиын емес. Егер меткі жоқ болатын болса,
Мына жақ распредвалы оң жақта. Сәл бір тіске былай жылжытып тұрып салу керек меткадан. Мына жаққа келіп тұрып салып алып, сосын бір айналып келген кезде ол осы жерге келу керек. Қазір айналдырған жоқпын, бір айналдырып келем. Айналдырған кезде мына сызықтар кетіп қалуы мүмкін, бірақ мына меткалары, өзінде тұрған меткалар орнына түсу керек. Келіп тұр меткалары. Жаңа айтқандай, мына сызықтары уже айналып келген кезде орнына ауыстырып жібереді. 5-6 рет айналдырдық, меткалар бәрі орнында тұр. Міне. Гремнің меткасына сызығына мән берудің керегі жоқ, өйткені ол айналып тура сол жерге келуі мүмкін емес. Мына жердегі мына қаңылтырып та қою керек. 2 мм-ден жақын болып кетпеу керек екен. Мынаған да мән беру керек. Сосын енді нәтижелдің мынасында алып тастаймыз. Сосын бұйырса крышкасын жауып жинап тастаймыз. Мына жандағы ішіндегі мынадай резиналарын ауыстырып герметик жағып қойдым. Мына жағында жинап тастадым, бұйырса салуға дайын тұр. Мынаны үйреніп алғансын, қоймайсың ғой. Бұйырса аутбек толығымен бітті. Толықтай басқа түс, 100% басқа пішін. 5 сантиметрдей төмендетілді. Жазулар алынып тасталды. Астыңғы түстердің барлығы бірдей көк түске өзгертілді. Арт жағында ешқандай жазу жоқ. Спойлер мүлде өзгеше дизайн, әдемі. Фаралары полировка жасалды. Мотор жақта бәрі жиналды. Оталып тұр. Ауысқаны почти білінбейді. Мына жақтан да көрінбейді. Мыналан жүрген ауысқаны вообще көрінбейді. Осымен кешті батырып аутбакпен қоштасып жатырмыз. Ауылдағы гараждың логотипін жабыстырып қойдық. Видео ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетуді ұмытпаңыздар. Осымен аутбакпен қоштастық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.